Менің аты жөнім Ахмет Ахат. Мен Қазақстан Суретшілер одағының мүшесі. Өзім Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткерімін. Ұйғыр этно мәдени орталығының бюро әзасымын. Енді мен творчеством да көбінше мен шетелдерге шығарып, осы Қасиев намындағы музейде көрмелерім өтті. Мына ақш, Америка, Вашингтон, Түркия, Италия, Генуя қалаларында менің көрмелерім, жеке көрмелерім өтті. Менің мынау сурет өнерді бағытым екі бағыт. Бірінші бағыт мынау жаңағы петроглифтар, тамғалы тас. Осы Қазақстанда 5000-ға жақын сурет бар. Тауларда жасап кеткен ою өрнектер, жаңа звериный стиль дейміз, жаңағы ешкі, түйе, әрқандай сол хайуанаттардың суреттері бар. Ол просто суреттер емес, ол ғажайып бір философиялық бір ұғыммен, жаңағы символикамен жасалған суреттер. Соларны үйрену, сол суреттерін өзімнің жаңағы картиналарымда, өзімнің творчествода соны пайдаланып келемін. Әрбір жаңағы хайуанат өзінің бір ой бар, оймен салынған. Мысалы, күн құдай деп бір суреттер бар. Басы күн сияқты, аяғы, қолы адамның сияқты. Ол жаңағы адамдардың мынау күнге бағыну, тенгриге бағыну дегендей сол мағына бар. Сол мағаналарны мен өзімнің суреттерді ашып, сол бір стильмен, жаңағы бір оймен сондай көрмелерін жасаймын да, сондай суреттерді саламын. Енді екінші бір бағытым суретте мынау ескі көне қалалар, көне көшелер. Мысалы, Түркістандағы Қажы Ахмет Яссауи жаңағы керемет өте жасалған ғимарат болсын, или Қашқар, Тұрпан қалаларындағы ескі дүние, ескі көшелер. Сол ескі көшеде мен өзімнің бір философиялық, бір лирикалық ойдар бар. Соларды өзімнің суреттерде көрсеткім келеді әрқашан. Өте маған ұнайды сол ескі көшелер, ескі қалалар. Онда бір ғажайып бір ойлар бар, ғажайып бір лирика бар. Сол үшін соларына екінші бағыт бойынша әр көрмелерінде сондай суреттерін қоямын. Мен енді суреттерді қанша 70-ші жылдарда бастадым сурет салуына, енді институтты бітіргеннен кейін. Әсіресе бірінші суреттерім графика саласында болды. Графика, сол жаңа кітаптарға иллюстрация сызу. Сосын гобелен, гобеленді тоқыдық. Сосын керамика, майлы бояу, жаңа кескіндеме өнері дейміз. Әсіресе қазір сол кескіндеме өнерімен. Живопись, май бояумен көп жұмыстарын салдық. Енді сол жаңа басында айтып кеттім, сол көрмелер. Енді келесі жылда өте бір көрмеге дайындалып жатырмын. Ол көрме осы Қасиев музейінде болады. Сосын Бишкекті өтеді деп ойлаймын, шетелге апарам деп ойлаймын. Сол көрмелерім бәрі бір екі стильде, жаңағы петроглифтар, сосын жаңа көне ескі қалалар, сонда екі тақырыпта болады сон. Енді біз ойлағанда қазір біз кім, қайда кетіп бара жатырмыз, не үшін кетіп бара жатырмыз, сондай ұғымдар бар, сондай философик ойлар бар. Неге десек, біз мысалы орта ғасыр, орта Азия дейік, жаңа Тұрпан, Қашқар қалалар дейік, мысалы Отырар қалалар дейік, бұрынғы ескі. Сонда керемет өнер болған. Мысалы жаңағы кариздар, ол жаңа орысша айтқанда керамический трубы. Соларды 4-5 ғасырда біздің осы адамдар салып кеткен, жасап кеткен. Ол бір өте керемет өнер. Сонда бір керемет өнер тұрғанда біз сол өнерімізді қазіргі живопись, кескіндеме өнер арқылы басқа дүниеге паш етуіміз керек. Сол үшін біз суретшілердің өнері мынау шетелдегі өнермен қалып қалмауымыз керекті, сонда бір стильдермен қазір
инсталляция дейді, перформанс дейміз, жаңа өнердің түрлері шығып жатыр. Сол өнерді жасауымыз керек, сол шетелден қалмауымыз керек, осы заманымызға лайық, сай жұмыстарын істеуіміз керек. Енді менің өмірімде мынау творчествода 4-5 альбом шықты. Мынау альбом жаңа Қазақстан өнерінің мынау тұрған сурет менің жасаған суретім. Мынау альбомның сыртына шығып жатыр. Түркияда 2-3 альбом шықты. Өзімдің тағы да 2 альбомды шығардым. Енді осы шығару кітаптарын өте қиын, но сол шығып жатыр осындай кітаптар. Енді суретші болу өте бір қиын нәрсе. Оны көп іздену керек, көп салу керек, көп суретшілердің суреттері қарау керек. Көптеген ағаларымыз бар ғой, народный художниктер бәрі өтіп кетті. Солардың еңбектерін қарау керек, салыстыру керек. Сол уақытта көп еңбектің артасында болатын нәрсе бұл. Бұны просто бұлай жай салып қойғанмен ол өнер емес ол. Оның астында бір терең философия болу керек, терең бір өзінің стилі болу керек. Сол үшін бұл көп үйрену керек те бұл. Мен енді мынау 90 жылдарда Қазақстан суретшілер академиясы сурет сабақ бердім, 4-5 жыл. Қазірде өте көп студенттерім бар, көп суретке әрқандай бала сурет үйренгім келеді, или маған көмектесіңіз деген мен ешқашан жоқ деп, вақтым жоқ деп сөз айтқан адам емес, әрқашан көмегімізді береміз. Бұдан кейін де сондай балалар көп келіп жатыр, әсіресе жаз айында қай вузын таңдасам, қай жерге оқысам, қалай болады деп көп нелер келді. Сол өнерін үйренемін деген балалар келді. Бәріне сол айтып, көрсетіп, сол бақытты жақсылап әрқашан көмегімізді беріп жатырмыз. Енді Қазақстанда өте керемет суретшілер бар. Көбісі, мысалы, жас жігіттер бар, жас қыздар бар, бәрі шетелге барып, өте үлкен көрмелерін ашып жатыр. Мысалы, Алмагүл Мінлебаева қазір Германияда өте жақсы бір керемет көрмелерін ашып жатыр. Басқа да балаларымыз. Мынау жаңа Астана қаламызда ұлттық мәдениет музейі ашылды. Сол музейде де менің 2-3 суретім бар. Кейбір суреттерім жаңа Ақордада, президенттің сарайында ол жерде ілініп тұр. Мынау Қасиет музейінде де менің суреттерім бар. Сол үшін тағы да Құдай бұйырса істеп жатырмыз, выставкаларға қатысып жатырмыз. Мен ойлаймын, енді келешекте, қазір мен ойлаймын, нағыз жұмыс істейтін уақытымыз келді. Сол үшін көбірек жұмыс істеп, көбірек выставкаларды жасап, шетелге шығып дегендей, осы Қазақстанның бейнелі өнеріне көрсету керек, шетелге барып. Қазақстанда этно мәдениет ұйғыр ұйымы бар. Ол ұйымда мен өзім сол ұйымға кіремін. Әрқашан сонда жиналыстар. Біз, как суретшілер, көбінше суреттеріміз арқылы сол көрсетеміз. Мысалы, ол жерде жылына 1-2 рет сол жаңа достық үйінің алдында ұйғыр мәдениет орталығының мейрамдары болады. Ол жерде ән айту, кішкентай балаларымыз болсын, үлкен кісілер болсын, үйде ұйғырдың тағамдарын қою, кітаптарын қою, біз суретшілер көрмелерін ашамыз сол жерде, елдеріне көрсін деп. Сондай жұмыстарды біз әрқашан атқарамыз, көрмелер жасаймыз. Сол халқымызды дұрыс бағытқа қаратып дегендей, сол жұмысымызмен, өзіміздің еңбегімізді, мәдениетімізді көрсетеміз әрқашан. Мен әсіресе мынау 80-90 жылдарда көбірек мынау жаңа Мәскеу қаласына барып, творчестволық нелерге үйдірді. Творчестволық дом творчества художников дейді. Сол жерлерде көп жұмыс істедік. Ол жерге де мынау мысалы Қазақстандан,
Өзбекстандан көптеген атақты суретшілер келді. Мысалы, Қазақстанның өте керемет Айтбаев дейміз, Шарденов, Табиев, сондай күшті керемет суретшілер барды. Сол уақытта мен өзі жас, солармен бірге сол жерде сурет салып, солардан үйреніп, әрқашан сондай керемет бір практика болды маған. Сол жерде көп жұмыстарын істедік. Содан кейін енді мен как суретші бір жақсы творцамен сол жерде жақсы үйрендім. И мынау әрқашан біз суретшілер, мынау атақты суретшілер жаңа айтып кеттім ғой, солардың шеберханалары да әрқашан бірге көрмелерді. Мына Союз суретшілер одағы да көп көрмелер болады. Сол жерге өзіміздің жолдастарымыз арқылы, мейлі қазақ болсын, ұйғыр болсын, бәріміз бірге көптеген көрмелерін ашып жатырмыз. Сол жерде сол мәдениетімізді көрсетіп жатырмыз, жұмыс істеп жатырмыз, сондай қарым-қатынасымыз жақсы. Енді әрбір суретшінің өзіге жақын бір стилі болу керек. Стиль болу керек, сол суретте бір мағына болсын, мысалы мағына болу керек. Мысалы, ол сурет пейзаж болсын, даже натюрморт болсын, мысалы, или портрет болсын, или бір абстрактный бір сурет болсын. Жаңа басқа стильде бір сурет болсын, бәрінің өзі керемет бір мағанасы болу керек. Сол жерде суретшінің қол таңбасы болу керек. Ерекше, басқа бірге ұқсамайтын. Сол бір ерекше нәрсе. Потому что әрбір суретшілер бір-біріне ұқсап кетсе тағы болмайды. Сол үшін сол жаңағы ерекшелікті табу білу керек. Оны табу үшін көп жұмыс істеу керек. Мысалы, Абылхан Қасиевтің өзінің стилі бар, да? Өзінің реалистический стилі бар. Мысалы, Пикассо алсақ, оның көптеген стильдерін сурет салған. Мысалы, кубизм дейлік, модернизм дейлік, сосын реализм, голубой период, розовый период дегенде өзі сондай көптеген стильдерді сурет салған. Потому что соны жасай білгенде, сол ең керек нәрсе суретші үшін өзінің стилін табу керек. Өзінің ешкім ұқсамайтын стилін табу керек. Колорит болсын, сюжет болсын, композиция болсын, өзі керек стиль болу керек. Сол бір ерекшелік. Соны тапқанда художник өзінің ойы бар, өзінің стилі бар деп айтуға болады. Қазақстанда 130-дан артық ұлт өкілдері бар. Соның ішінде ұйғыр халқы ғажайып өзінің мәдениетімен, өзінің салт дәстүрімен осы Қазақстан тұрып жатырмыз. Қазақ халқымен әрқашан біздің татулығымыз өсе берсе, біз мәдениетіміз арқылы екі халық, мәдениет арқылы осы бір-бірімізді мәдениетіміз көрсете берсек, осы қазақ халқы мен ұйғыр халқымыздың бір-біріміздің мәдениеті, бір-біріміздің салық дәстүрі әрқашан жараса берсін, әрқашан тату жақсылықтармен кездесіп, жақсы өмір сүре берейік.